Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін сүтсіз, жұмыртқасыз, өте жұмсақ болып, биік болып көтерілетін булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді кеттік, бастайтын боламыз. Бізге жылы судан 4 стакан су қажет болады. Міндетті түрде 4 стакан болу қажет. Және де 1 шай қашық ашытқы, және де қант қажет болады. Екеуін араластырып, үстінен 2 ас қасық ұнды салып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Апарасы дайын болғалады. Бұл апара деп аталады. Барлық қыз-келіншектер білетін болар. Апарамыз 10 минуттан кейін осылай көтеріліп, әдемі болып шығады. Үстінен араластырып, жақсылап араластырылғаннан кейін бір стакан сұйық майымызды құямыз. Төрт стакан суға міндетті түрде 1 стакан сұйық май құйылады. Жақсылап араластырып, 1 шай қасық тұзымызды салып, илегіштен өткізілген ұнымызды салып, отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. 2-3 бөлікке бөліп саламыз ұнымызды. Бірінші бөлігін салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктер қалмас үшін. Өте жұмсақ, өте дәмді, балдарыңызға күнделікті жасап бергенге болатын булочка. Бұл булочка талай жылдан бері келе жатқан рецепт. Осылай жұмсақ болып шығады қамыры. Бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат көлемінде қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, осылай әдемі болып шығады. Шыққаннан соң 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қалағандарыңызша істесеңіздер болады булочканы, өз қалауларыңызша. Мен қазіргі жерлерде хит болып жатқан булочканың бір түрін жасайтын боламын. Дөңгелек булочка болады бұл. Осылай бөліктерге бөліп алып, өз қалауларыңызша түрлі безендіруменен, түрлі әдістерменен булочканы жасасаңыздар болады. Гүлді де мен осылай дөңгелек қазір хит булочкалардың үлгісінде жасап жатырмын. Міндетті түрде жасап беріңіздер балдарыңызға. Каналыма өтіп түрлі рецепттерді көрсеңіздер де болады. Тағамдардың, салаттардың рецепттері бар. Өте дәмді болып шығады. Менің рецептімен жасасаңыздар. Осылай 10 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. 10 минут өткеннен кейін көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бетіне
жұмыртқамызды жағып, қаласаңыздар күншеттеріңізді сеуіп, өз қалауларыңызша бетін әрлесеңіздер болады. Пешке пісіріп алатын боламыз. Пісіп шықты, өте биік, жұмсақ болып шықты. Иісінің өзі керемет. Балдарыңыз күнде жасап беруді сұрайды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, үй ішіңізді қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.